Ассаламу алейкум. Құрметті менің оқушыларым, келешек жүргізушілер. Тағы бір тестті бүгін шешіп жіберейік. Сіздерге кішкене біраз көмек болсын. Ал ондай болса кеттік. Мына алдында мына айтқам, осы тұрған категорияның кез келгенін ала берсек болады. Өйткені сұрақтар общий, ортақ болғаннан кейін бәрі осының ішінде. Енді Б категориясын ала берейік. Неке бірінші сұрақ ашылды. Енді біз қазақша тапсыратын болғаннан кейін мына қазақшасын қоямыз. КЗ дегенді басамыз. Ал кеттік. Көп жолақты жолда жүру кезінде жүргізуші не істеуі қажет дейді. Көп жолақты. Үлкен жылдамдықпен қозғалу үшін қозғалыс жолағын ауыстыру. Көршілес жолақтар бойынша қозғалып келе жатқан көлік құралдан үнемі назарда ұстау. Ескерту белгілерін қоспастан қайта ауыстыру жасау дейді. Енді бұл жерде өздеріңіз ойлап қарасаңыз, ең дұрысы осы екінші жауап сияқты, жанымызда келетқан жолақтарды қадағала дейді. Дұрыс екен, көрдіңіз ба? Жасыл. Келесі сұрақ. Велосипедшілерге жиектер бойынша қозғалыс рұқсат етіле ме? Енді велосипед деген ол көлік болып саналғандықтан ол жолдың бойымен жүру керек. Мына жерде рұқсат етіледі, тыйым салынады, егер жаяу жүргіншінің қозғалысына қауіп жасамаса тыйым салынады дейді. Осы жауап дұрыстау сияқты. Қазір көреміз. Дұрыс екен. Келесі сұрақ. Зардап шеккен адамның баққа позасы аяғы тізесіне бүгіліп ажыратылған, ал табандар бір-біріне қаратылған нені білдіреді және ол кезде қандай алғаш көмек көрсетіледі дейді. Енді медициналық сұраққа мен сіздерге айтқам, мен оған маман емеспін, сондықтан бұлай енді логиканы қосып жауап беріп көрейік. Мәжбүрленушінің ішкі қабырғасының көгеруі, балтырының сынуы дейді. Жәбірленушінің жамбас сүйектерінің сынуы дейді. Енді мына жерде сұрақ тұр, үшеуінде де енді медицина қызметі болмағаннан кейін нақты жауап бере алмаймын, өйткені оған мен түсіндіруім керек, не үшін олай екен. Сондықтан ең көп жазылғанын басып көрейік, не дейді екен. Қызық болғанда осы жауап дұрыс болып қалды. Енді медициналық сұрақтарда өте көп емес, бұның ішінде сол сұрақтардың жауаптарын мүмкіндігінше еске сақтап немесе жазып алуға тырысыңыздар, сөйтіп қана есте сақтаймыз. Келесі сұрақ. Жүргізушілерге елді мекенде жол белгілерімен белгіленген жолақ бойынша қозғалып, қандай жылдамдықпен қозғалысты жалғастыру рұқсат етіледі? Мына жерде төбеде ілініп тұрған белгі, яғни осы жолақта 50-ден жоғары жүру керек. Не деп жазған екен жауаптары? Мына жерде енді стрелка қойып болған көріп тұрсыз қой. Ол деген жалпы жолға тиесілі емес, бірақ жолаққа. Қандай жылдамдықпен қозғалысты жалғастыру рұқсат дейді? Белгіленген жолақ бойынша, яғни мына жолақты айтып тұр. Қаланың кіші болғандықтан 50 мен 60-тың арасында, яғни мынау. Көк көліктің жүргізушісіне ортадағы жолақ бойынша оңға бұрылуға рұқсат етілме дейді. Әрине, рұқсат етілмейді, себебі көріп тұрсыз. Ортаңғы жолақ ол тура жүретін жолағы, сондықтан тыйым салынады. Келесі сұрақ. Осы жол белгісі не туралы хабарландырады? Мына жерде көріп тұрмыз, 800 метрден кейін демалыс орны бар дейді. Ұзақ тұраққа арналған орынға дейін 800 метр. Осы жауап дұрыс. Мынау енді дұрыс емес. Белгілі орнатылған жерден бастап 800 метр бойында дейді. Яғни өз жерден ары қарай 800 метр бойында осындай демалыс орындар дейді. Құрметті тыңдаушылар, мен сіздерге мына 40 сұрақтың бәріне жауап беріп отырып уақыт кетірмейін дедім, өйткені ұзақ болып кетеді видео, сондықтан арасын кесіп соңын ғана қалдырдым. Арасында айтайын дегенім,
тез керек болса мына төмендегі номерге хабарлассаңыздар, мен сізге рефералды сілтеме жіберемін. Оны сіздер толтырасыздар, осындай кабинет ашылады. Кабинет ашқаннан кейін оны мен қосып беремін. Сонда ана тест деген бассаңыз, мына жердің бәрі ашық тұрады. Мына жердегі жабық тұр, осының бәрі ашылады. Содан кейін ары қарай жауап бере бересіздер. Тағы айта кететін нәрсем, любой категория кіре беріңіз, ол бәрі бірдей. Өйткені ереже бәріне бірдей болғаннан кейін кез келгеніне кіре беріңіздер. Содан кейін тағы бір айтатын, қайта кіре беріңіз. Егер бір сұрақтар қайталанып келіп жатса, яғни неғұрлым көп кірсеңіздер, жаңа сұрақтар шыға береді. Содан кейін бір 35-36-ға үнемі жауап беріп отырсаңыз, онда яғни сіз дайынсыз. Егер дайындай алмаймын десеңіз, онда маған да хабарласыңыз. Теория жағын осы Zoom программасымен сіздерді мен дайындауға көмектесемін. Сондықтан хабарласыңыздар. Каналды, YouTube каналым бар, оған жаңа жазылыңыздар. Солай бірге жұмыс жазайық. Рұқсат етеді. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тұруға рұқсат етілме. Тұруға, стоять деген сөз ғой. Мына жерде знакты стрелка бітті деген сөз, значит осы знактың күші де бітті деген сөз, яғни рұқсат етіледі. Енді бір-екі сұраққа жауап берейік, өйткені балалар келіп жатыр, қазір шуылдайды, сондықтан тез жауап беріп жіберейік. Көрсетілген белгілердің қайсысы жүк көлігінің жүргізушісіне оңға бұрылуға тыйым салады? Оңға бұрылуға. Мынау автобустың жолағына болмайды. Қалған біреу де рұқсат бере береді. Мынаумен шатыстырмаңыздар. Бұл деген міндетті түрде солға бұрылу емес, бұл кеңес беру. Яғни мына жаққа бұрылуға болмайды. Және тағы бір сұраққа жауап бере салайық. Осы жол белгісі не туралы хабарлайды? Мынау жолдың қанша километр өткеніміз, километровый знак дейді. Жолдың басына немесе аяғына дейінгі қашықтықты көрсетеді. Жолда жүріп кеткенде осындай знактар тұрады, яғни сіз осы жолдың қандай қашықтығында келе жатқаныңызды көрсетеді. Осымен осы сабақты аяқтайық. Рахмет тыңдағандарыңызға. Қош сау болып тұрыңыздар.